Тазша баланың ақылы. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың 3 баласы, 5 ешкісі бар екен. Бір күні үлкен баласы басқа жерде кәсіп қылуға талап етіп, өзіне тиген ешкісін сойып алып, етінен кемпір мен шалға бір түйірді берместен арқалап кетіпті. Келе жатып бір өнерші байдың үйіне кезігіпті. Осы байға өнер үйренуге жалданыпты. Өнерші бай өте жауыз адам екен. Ол жалданған жігітті пайдаланып, ақысын төлейтін мезгілде алдап, сандыққа салып, аузын бекітіп тастайды. Үйінде қалған ортаншы баласы да өнер үйренбекке талап етіп, ол да ағасының кеткен жолымен өнерші байға келіп жалданыпты. Өнерші бай ақысын төлейтін кезде оны да сандыққа тығып тастайды. Үшінші ұлы, тазша бала, ағаларындай өзіне тиген ешкіні сойып алып, жарты етін әке-шешесіне беріп, олардан рұқсат алып жүріп кетіпті. Келе жатып, бір қора қойға кезігеді. Қойды бір шал бағып жүр екен. Тазша бала қойшыдан: "Бұл кімнің қойы?" деп сұрайды. Қойшы: "Бұл өнерші байдың отары" деп жауап береді де, "Қарағым, қайда барасың?" деп сөзін жалғастырады. "Өнер үйренуге барамын" деп жауап береді тазша бала. Сонда шал тұрып: "Балам, өнерші бай өте зұлым адам. Одан аулақ жүр. Оның құс болып ұшып, аң болып жорта алатын қасиеті бар" деп ақылын айтыпты. Тазша шалдың айтқаны рас-ау деп ойлайды. Қайтсе де сол зұлым байды көріп кеткісі келеді. Ол байдың үйіне келіп қонады. Ертеңінде жүрейін деп жатқан кезде өнерші бай: "Жігітім, қайда барасың?" деп сұрайды. Тазша бала: "Мен баласы жоққа еншілес бала бола аламын" деп жауап береді. Сонда бай: "Олай болса, сен қал, маған бала бол. Мен жолаушылап кетіп барамын. Мен кеткен соң аққұнан қойды сой, той жаса. Асық жілігін етімен өзің жерсің" дейді де өзі жолаушылап кетеді. Тазша бала: "Хош әке, жолыңыз болсын" деп үйде қалады. Өнерші байдың сұлу қызы бар екен. Тазшаны ұнатып қалған қыз: "Аға, сен асықты жілікті өзің жемей, керегенің басына іліп қой. Сонда бір ақ тазы келіп жілікке ұмтылар, сен балтаны алып тазыны өлтір" дейді. Мұнан соң тазша бала аққұнан қойды сойып той қылады. Көршілерін шақырып, асықты жілігін өзі жемей, қыздың айтқанын орындап, кереге басына іліп қояды. Айтқанындай ақ тазы келіп жілікке ұмтылыпты. Тазша тазыға қарай балтасын жіберіп қалыпты. Бірақ балтасы оған тимей, ит құтылып кетіпті. Өнерші бай үйіне оралады. Тазша баланы көріп ашуланады. Енді бұл итті аштан өлтірейін деп ойлайды. Тазшаны да ағаларындай алдап, сандыққа салып, аузын мықтап бекітіп тастайды. Байдың қызы әкесі жоқта сандықтың түбін тесіп, тазша балаға тамақ әкеліп береді. Осылай оны күн сайын тойындырып тұрады. Ал тазша сандықта жатып, байдың сан түрлі сиқыр өнерін үйрене береді. Бірнеше күн өткен соң тазшаның әкесі балаларын іздеп жолға шығады. Жол жөнекей кездескен ауылдың бәрін аралайды. Бір күні өнерші байдың үйіне де келіп: "Менің өнер үйренуге кеткен 3 ұлым бар еді, соларды көрмедіңіз бе?" деп сұрайды. Өнерші бай: "Жоқ, көргенім жоқ" деп жауап береді. Өнерші бай мен әкесінің сөзін естіген тазша: "Әке, мен мұндамын" деп сандықтың ішінен айқайлайды. Әкесі баласының даусынан танып, байдың ішкі бөлмесіне кіреді. Төр жақта тізіліп тұрған 3 сандықты көреді. Байдың айтқан сылтауларына көнбей сандықтарды ашады. 3 сандықтан 3 ұлы шығады. Оларды ілестіріп, үйіне қайтады. Тазша жол жөнекей әкесіне өнерші бай және оның қызымен қалай танысып, сиқыр өнерін қалай үйренгендігі жөнінде, ағаларының сол қыздың көмегімен қалай тірі қалғандары туралы әңгімелеп береді. Үйіне оралған соң тазша бала:
Әке, мен бірталай өнер үйрендім. Біз енді жауыз өнерші байдың сабасын келтіріп, алдап соғуымыз керек. Ол күнде таңертең базарға барып, арзан бағамен жақсы мал сатып алады. Мен бір қара құнан қой болайын. Мойныма жіп тағып, жетектеп сол базарға бапарыңыз. Бірақ мен тек өнерші байға ғана сатыңыз. Да жіпті алып қалыңыз дейді. Әкесі келіседі. Баласы айтқанындай қара құнан қойға айналады. Әкесі мойнына жіп тағып базарға апарады. Оны өнерші байға сатып, үйіне қайтады. Ертеңіне баласы өз қалпына түседі де үйіне қашып келеді. Келесі жолы ол: әке, енді мен жорға ат болайын. Мені базарға апарып, сол өнерші байға сатыңыз, бірақ шылбырды алып қалыңыз дейді. Баласы ат болады. Әкесі базарға апарып, сол баяғы байға сатады. Шылбырын алып, үйіне қайтады. Ертеңіне Тазша тағы өз қалпына түсіп, үйіне келіп әкесіне: әке, мен бұл жолы бір жез бұйдалы нар тайлақ болайын. Сіз бұйдамды алып қалыңыз да, мені базарға апарып сатыңыз, сосын үйге қайта беріңіз дейді. Тазша енді тайлақ болады. Әкесі тайлақты сатайын деп базарға жетектеп келе жатса, алдынан баяғы өнерші бай шығады. Ол Тазшаның айласын біліп: маған мынау тайлағыңды сат деп, әкесінен тайлақты 100 ділдаға сатып алады. Үйіне жетектеп келеді де қызын шақырып алып: мынау тайлақты ұстай тұр дейді. Өзі үйден пышақ алып шығып, тайлақты бауыздамақшы болады. Қыз әкесінің жаман ниетін біліп, үйден пышақ ала шыққан екен. Әкесі үйге кеткенде, тайлақтың бұйдасын пышақпен қиып жіберіп, босатып қоя береді. Өнерші бай сыртқа шығып, үйіне қарай қашып бара жатқан тайлақты көреді де артынан қуады. Тазша сонда түлкіге айналып қашады. Өнерші бай да тазы болып қуып, енді жете берген кезде Тазша түлкіден үйрекке айналып ұшады. Бай қаршыға болып қуады. Біраздан соң Тазша бала торғай болып қашады. Бай қырғи болып соңына түседі. Онан соң Тазша торғай қалпына түсіп шарбаққа қонады. Бай қырғи боп келіп таяна бергенде, Тазша шүберекке айналып жерге түседі. Өнерші бай кісі болып шүберекті қолына ала бергенде, Тазша тары боп шашылады. Бай тауық болып шұқиын дейді. Осы кезде Тазша адам кейпіне оралып, тауық болып жүрген өнерші байдың желкесінен ұстап алады. Басын төмен қаратып ұстап тұрып, іштей дұға оқиды да, оның бойындағы бар сиқырын жойып жібереді. Осылай Тазша зұлымдықты жеңіп, өзіне көп көмек берген өнерші байдың қызын алып, мұратына жетеді.